Саламатсыңдар ма? Бүгін біз мәтін есептер теңдеулер мен теңсіздіктер құрастыру арқылы шешу деген тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. 36-та 1 деген есепке қарасақ, бұл жерде кітапханашы оқулықтарды сөрелерге орналастыру қажет. Егер әр сөреге 20 оқулықтан қойса, онда 2 сөре бос қалады. Ал егер әр сөреге 15 оқулықтан қоятын болса, онда барлық сөредегі кітаптар саны бірдей болады. Кітапханашы қанша оқулықты сөрелерге орналастыру керек дейді. Бізге сөрелердің саны белгісіз, демек сөрелерді x деп белгілесек. Ал 20 оқулықтан қойса, онда 2 сөре бос қалады дейді. Демек бізде x сөре бар болса, демек x сөреміз қолданылмайды. Ол 20 x азайтылған 2. Бізде осынша кітап болады екен. Ал енді ол 15 оқулықтан қойса, онда артылмайды, кемімейді. Демек ол 15x. Енді осы теңдеуді шешетін болсақ, 20x азайтылған 40 тең болады 15x-ке. 15x-ті бері қарай өткізетін болсақ, 20-дан азайтылады. Демек 5x тең болады 40-қа. X тең болады 8-ге. Бұл енді сөрелердің саны. Ал бізге кітапханашы қанша оқулықты сөрелерге орналастыру керек дейді. Демек кітаптардың санын табу керек. Ол үшін мына жерге x-тің орнына қойсақ болады. Демек 15 көбейтілген 8 болады. Ол 120-ға тең. Сонда жауабы 120 кітап екен. 120 кітап бар екен енді. Келесі 36-та 2 деген есепке қарайық. Бұл жерде жарысқа, шахматтан жарысқа 6-7 сыныптардан 20 оқушы қатысты. 7 сынып оқушылары 6 сынып оқушыларынан 1,5 есе артық. Жарысқа әр сыныптан қанша оқушыдан қатысқан дейді. Демек, бізде барлығы 20 екен. Бірінші, екінші деп былай қойсақ, біріншісі ол 6 сыныптар болсын. 6 сынып оқушыларынан 1,5 есе артық, ол 7 сынып оқушылары. Мынау 7 сынып. Мынау 6 сынып болсын. 1,5 есе артық. Егер екіншісі x болатын болса, онда 1,5 есе артық дегеніміз ол 1,5x. Барлығы 20 оқушы. Енді бұл жерден теңдеу құрастырамыз. 1,5x қосылған x ол 20-ға тең. Сонда 2,5x тең болады 20-ға. X тең болады 8-ге. Демек бізде 6 сынып оқушылары 8 екен. Әр сыныптан қанша оқушы қатысқан дейді. Енді 7 сыныптарды табу үшін 20-дан азайтсақ болады. 20 азайтылған 8 ол 12. Жауабы 6 сыныптан 8 оқушы және 7 сыныптан 12 оқушы қатысқан екен. Келесі есеп 36-та 3. 7 сыныптағы қыз балалар саны ер балалар санынан 1,4 есе артық. Қыз балалар саны ер балалар санынан 16-ға артық болса, 7 сыныптардың оқушылар саны қанша дейді. Онда біз бірінші қыз балалар деп қойсақ, екіншісі ер балалар. Енді қыз балалар 1,4 есе артық. Ұлдардан артық екен. Егер біз ұлдарды, ер балаларды x десек, онда қыздар 1,4x болады. Енді қыз балалардың ер балалардан артығы 16 екен. Демек, қыз балалардан азайтамыз ер балалардың санын. Сонда бізде 16 болады. Ал енді 0,4x тең болады 16-ға. X тең болады 16-ны 0,14-ке бөлеміз.
x тең болады 160-ты 4-ке бөлсек, демек 40. Бізде x саны 40-қа тең болды. Ал 7-ші сынып оқушыларының саны қанша дейді. Бізге барлығын табуымыз керек. Демек 1,4 қосылған x қосылған x тең болады 2,4x. Демек біз 40-ты 2,4-ке көбейтуіміз керек. 40 көбейтілген 2,4. Өтірін қолдан жүріп 24-ті 4-ке көбейтсек болады екен. 24-ке 24, 48, 48-ге 48, 96. Сонда жауабы 96 оқушы бар екен. 36-та 4-ші есеп. Бірінші жәшіктегі алмалар саны екінші жәшікке қарағанда 3 есе артық. Егер бірінші жәшіктен 17 алма алынса, ал екінші жәшікке 35 алма салынса, онда екі жәшіктегі алмалар саны бірдей болады. Алғашқыда әр жәшікте қанша алмадан болған? Сонымен бірінші және екінші жәшік деп қойсақ, онда бірінші жәшікте алмалар саны екінші жәшікке қарағанда 3 есе артық дейді. 3 есе артық. Егер екінші жәшік x алма болса, онда 3 есе артық болғандықтан бірінші жәшігіміз 3x болады. Ал енді егер бірінші жәшіктен 17 алма алынса дейді. 3x-тен азайтамыз 17-ні. Ал екінші жәшікке 35 алма салынса, онда екі жәшікте алмалар саны бірдей болады. Сонда тең болады екен x қосылған 35. Ал енді x-ті бері қарай өтетін болсақ, ол азайтылады да 2x қалады. Ал 17-ні әрі оң жаққа өткізетін болсақ, онда қосу болып кетеді. 52 болады. Сонда x тең 52-ні 2-ге бөлеміз 26. Бұл енді екінші жәшіктегі алмалар саны. Алғашқыда әр жәшікте қанша алмадан болған дейді. Алғашқыда әр жәшікте десе, демек біз екінші жәшікті таптық. Бірінші жәшіктегі алмалар саны одан 3 есе көп болған. Демек 3 көбейтілген 26. 8, 6, 78 болады. Сонда жауабы 78 және 26 болған екен. 36-та 5-ші есеп. Егер екі санның қосындысының мәні 77-ге тең. Егер бір санның 3-тен 2-сі екінші санның 0,8 бөлігін құраса, онда берілген екі санды табыңдар дейді. Егер бірінші санымыз және екінші санымыз деп белгілесек, егер бірінші санымыз x болса, онда олардың қосындысы 77 болғандықтан, екінші санымыз ол 77 азайтылған x болады. Егер бірінші санның 3-тен 2-сі дейді, демек 3-тен 2 x. Екінші санның 0,8 бөлігін құраса, демек тең болса деген сөз. 0,8 көбейтілген 77 азайтылған x. 3-тен 2 x тең болады. 0,8-ді 77-ге көбейтетін болсақ, 61,6 азайтылған 0,8 x. 3-тен 2 x қосу 0,8 x тең болады 61,6. Енді 3-тен 2-ге 0,8 қосу үшін екеуінде жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Демек 3-тен 2 x қосылған 5-тен 4 x тең болады 61,6. Ортақ бөлімі 15. 5-тен 3-тен 10-ға 12-ні қоссақ 22 болады екен. 22 x тең 61,6-ға тең x тең болады
61,6-ны көбейтеміз 22-ден 15-ке. Сонда x тең болады. Қысқартып жіберсек. 2,8-ден 1-ден. Сонда 2,8-ді 15-ке көбейтсек. X тең болады 42. Біз енді екінші санды табуымыз керек. Ол үшін 77-ден азайтамыз 42-ні. Сонда бізде 35 шығады екен. Сонда жауабы 42 және 35. Номері 36-6. Шабдалының бағасы өріктің бағасынан 50 теңге артық. Компот дайындау үшін 4 кг шабдалы және 6 кг өрік қажет. Егер шабдалы мен өрік сатып алуға 4200 теңге жұмсалса, жемістердің бағасы қандай дейді. Бірінші және екінші деп қойсақ, біріншісі өрік болсын, екінші шабдалы. Енді шабдалы 50 теңге артық. Егер өрік X болса, онда шабдалы X қосылған 50. Бізге 4 кг шабдалы алынған екен. 4x қосылған 50 қосылған 6 кг өрік. Демек 6x. Ал осы алынған шабдалы мен өрікке 4200 теңге жұмсалған екен. Жақшаны жатын болсақ 4x қосылған 200 қосылған 6x тең болады 4200-ге. Айнымалыларды біріктіретін болсақ, 10x болады екен. 200-ді азайтуға өткізсек, 4200-ден 200 азайтсақ 4000 қалады. X тең болады 400. X дегеніміз ол өріктің бағасы, ал енді шабдалы ол 50 теңге қымбат. Демек 400-ге қосамыз 50-ді. 450. Жауабы 450 және 400. 36-7 есеп. Авысы үшбұрышының периметрі 92 см. Авы қабырғасының ұзындығы высы қабырғасының ұзындығынан 2 есе кем және асы қабырғасының ұзындығынан 8 см-ге кем. Үшбұрыштың әр қабырғасының ұзындығын табыңдар дейді. Бізге үшбұрыш берілген екен. Авысы деген авы деген қабырғасы высы қабырғасынан 2 есе кем дейді. Демек высы қабырғасы авы қабырғасынан 2 есе ұзын деген сөз. Егер авы қабырғасын x десек, онда высы қабырғасы 2x болады. Асы қабырғасының ұзындығынан 8 см-ге кем. Бұл жерде авын айтып отыр. Демек асы қабырғасы керісінше 8 см ұзын болады. Демек x қосылған 8. Енді периметр дегеніміз ол барлығының қосындысы 92-ге тең. X қосылған 2x қосылған 8. X қосылған 8. Ол 92-ге тең екен. X-тарды қосатын болсақ бізде 4x болады. Тең 8 азайтып жіберсек 92-ден 84-ге тең. X тең болады 21-ге. Біз авы қабырғасын таптық. Үшбұрыштың әр қабырғасының ұзындығын табыңдар дейді. Демек 21-ді 2-ге көбейтетін болсақ 42. Келесі қабырғасы 21-ге 8-ді қосқанын шығады екен. Ол 29-ға
тең. Сонда жауабы 21, 29, 42-ге тең екен. 36-8 есеп. Екі айлақтың ара қашықтығы 80 километр. Осы аралықты катер өзен ағысы бойымен 4 сағатта, ағысқа қарсы 5 сағатта жүріп өтеді. Катердің меншікті жылдамдығын және өзен ағысының жылдамдығын табыңдар дейді. Бірінші ағыспен, екінші ағысқа қарсы болсын. Бізде V1 ол катердің жылдамдығы болсын. Ал V2 дегеніміз ол ағыстың жылдамдығы болсын. Енді ағыспен жүрген кезде ол екеуі қосылады. Ағысқа қарсы жүрген кезде катердің жылдамдығынан ағыстың жылдамдығы азайтылады. Мынау катер болсын, мынау ағыс болсын. Екеуі де 80 жүрген екен, әрқайсысы 80 жүрген. Демек біз мынандай теңдік алсақ болады. Және бұл жерде уақыттары берілген. Мынау S минутта. Уақыттары ағыспен 4 сағат жүрген, ағысқа қарсы 5 сағат жүрген екен. Енді бізде жылдамдықпен уақытты көбейтсек жол шығады. Демек V1 қосылған V2 көбейтіндісі 4-ге тең болады. V1 азайтылған V2 көбейтілген 5-ке. Жақшаларды ашатын болсақ, 4 V1 қосылған 4 V2 тең 5 V1 азайтылған 5 V2. 5 V1-ден 4 V1-ді азайтатын болсақ, онда V1 қалады. Ал мына жақта минус 5 V1 мына жаққа өтетін болса, екеуі қосылады. Сөйтіп 9 V2 болады. Демек біз мына жерде мына теңдікті өрнекті 80-ге теңдеп алсақ болады. Себебі ол сондай арақашықтық жүрген. V1 қосылған V2 көбейтілген 4 ол 80-ге тең. V1 деген жерге мен 9-ды қоя аламын. Сонда бізде мынандай өрнек пайда болады. 9 V2 қосылған V2 4-ке көбейтіндісі ол 80-ге тең. 10 V2 тең 20-ға 4-ке бөліп жібердік. Сонда V2 тең болады 2-ге. Енді V1-ді табу үшін мына жерге орнына қоюға болады екен. V1 тең болады 9 көбейтілген V2 деген жерге мен 2-ні қоямын. Демек ол 18. Жауабы болады 18 километр сағат және 2 километр сағат. 36-9 есеп. Арасы 30 километр А және В пункттеріне бір-біріне қарама қарсы бағытта екі жаяу адам шығып 3 сағат 20 минуттан кейін кездесті. Егер бірінші жаяу адам екіншіге қарағанда 2 сағат бұрын шықса, онда олардың кездесуі екінші жаяу адам шыққан соң 2 сағат 30 минуттан кейін болар еді. Екінші жаяу адамның жылдамдығын табыңдар деген екен. Сонымен ара қашықтығы 30 километр. Бірінші, екінші деп белесек, онда бірінші жаяу адамның жылдамдығы V1 болсын, екінші жаяу адамның жылдамдығы V2 болсын. Екеуі де 3 сағат жүрген, себебі бір уақытта шықса, демек әрқайсысы кездескенге дейін бірдей уақыт жүрген болады.
6 тең болады 3 сағат 20 минут дегенде 3,3-1 деп жазсақ болады. Ал енді жолдары да бірдей, себебі екеуі кездескенге дейін бірдей. Қосындысы жолдарының 30 километр болады, демек S 30 километр екен. Енді мынандай теңдікті аламыз. V1 қосылған V2 көбейтілген 3,3-1 30 километрге тең. V1 қосылған V2 тең болады 3,3-1-ге 30-ды бөлетін болсақ, 3-тен 10 болып кері айналдырып көбейтілген кезде 9 шығады. Сонда бұл жерден V1 тең болады 9 азайтылған V2 екен. Енді ары қарай оқысақ, егер бірінші жаяу адам екіншіге қарағанда 2 сағат бұрын шықса дейді, онда олардың кездесуі екінші жаяу адам шыққан соң 2 сағат 30 минуттан кейін болар еді. Сонда бірінші жаяу адам 2 сағат бұрын шыққан болғандықтан 2 сағат көп жол жүрді деген сөз. 2 сағат көп жүрді. Оны біз былай жазамыз. 2 сағат көп жүрген болса, демек V1 көбейтілген 2,5 сағатты 2,5 деп алсақ болады. Оған 2-ні қоссақ, демек 4,5-ге көбейтеміз. Қосылған екінші адам 2,5 сағат жүрген. Демек V2 көбейтілген 2,5. Сонда олар жол өзгерген жоқ, демек 30-ға тең. Енді орнына қоятын болсақ, V1 деген жерге мен мынаны қойсам болады. Сонда 4,5 9 азайтылған V2 қосылған 2,5 V2 тең 30-ға. Барлығын 2-ге көбейтіп жіберуге болады. Сонда 9 азайтылған V2 2,5-ті 2-ге көбейтсек 5 V2, 30-да 2-ге көбейтсек, онда 60 болады. 81 азайтылған 9 V2 қосылған 5 V2 тең 60. Минус 9 V2 мен плюс 5 V2 бізде минус 4 V2-ні береді. 81 азайту барған кезде 60-тан 81 азайттық. Минус 21 болады. V2 тең болады. Сонда 5,25-ге. Ал V1-ді табу үшін мына жерге орнына қойсақ болады. V2-нің орнына. Сонда V1 тең болады 9 азайтылған 5,25. Сонда 3,75 екен. Бірақ бізде оны сұрамаған секілді. Екінші жаяу адамның жылдамдығын табыңдар еді. Демек бізде мынау жауабы 5,25 екен.